Дамудың даңғыл жолын көрсеткен еліміздің негізгі бағыты да осы. Жалынды жастар барда егемен еліміздің алар асуы алда. Жастары жігерлі елдің қашанда келешегі кемел, болашағы жарқын. Елордада жастар мінбері пікірсайыс алаңы құрылды. Жаңашыл жастардың басын қосқаны жиында қандай мәселелер талқыланды, жастар мінберінің берері не? Тілшіміз біліп қайтты. Әр мемлекет өзінің білікті де білімді алғы жастарына арқа сүйейді. Біздің еліміз жастардың заман талабына сай білім алып, ғылым мен инновацияны жетік меңгерулеріне бар жағдайды жасап келеді. Елінің ертеңін ойлайтын қыз-жігіттер түрлі ұйым құрып, оны өз пікірі мен ұсынысын ашық айтатын алаңға айналдыруда. Астана қаласы әкімдігінің жастар саясаты мәселелері басқармасынан қазір жыл басынан 2017 жылдан бастап 30-ға тарта жоба іске асылады. Олар жастардың әлеуметтік жағына, ғылыми жағынан дамуына, тілдің, діннің дамуы жағында, діни сауаттылықтың арттыру жағында осы жобалар іске асатын болады. Негізгі мақсат жастарымыздың екі қолға бір күрек демекші, жастарымыздың жан-жақты дамуына, жұмыспен қамтылуына жағдай жасау. Таяуда Қазақстан жастар конгресі мен азаматтық бастамаларды қолдау орталығының ұйытқы болуымен жастар мінбері атты пікір алмасу болды. Мінберде жастарды жұмысқа орналастыру, жемқорлыққа қарсы күрес секілді бірнеше маңызды тақырыптар қозғалды. Қатысушылар мемлекеттік қызметкерлер мен бизнес саласының өкілдерімен тілдесіп, көкейдегі сұрақтарына жауап алды. Астана қаласы бойынша осы студенттердің мәселесі және жатақхананың жетіспеулігі студенттерге, сол студенттердің оқу бітіргеннен кейін жұмысқа орналаса алмауы, жұмысқа алмай жүруі, осы мәселелерді көтерсек деп ойлаймын. Жастарымызды көптеген ақпарат алды, ал жаңағыдай келген қонақтарымыз 4 сала бойынша келген, жаңағы мемлекеттік органдар болсын, бұқаралық ақпарат болсын, солар барлығы бірге отырып, осы мәселенің шешу жолдарын өзара көзбе-көз отырып, қай жерде кемшіліктер кетіп жатса, соның бәрін жалпы шешуге тырысты. Көптеген 20-ға жуық ұсыныстар қабылдадық. Сол ұсыныстарды Алла қаласа біз өкілетті органдарға жолдаймыз. Бұйырса осындай жалпы жастар арасында мәселелер туындап отыр. Бізде мынандай ұсыныстар бар. Осыны шешуге жаңағыдай атсалыссаңыздар екен деген ұсыныстарымыз болады деп ойлаймыз. Ұйымдастырушылардың айтуынша елорда төрінде тұңғыш рет өткізілген игі бастама алдағы уақытта да жалғасын табады. Мұндай шараны республика көлемінде өткізу де жоспарланып отыр. Қымбатты көрермендер,